Алматыда біздің үй бар, және ол үй анандай болатынша. Хатауы, короче. Барлығы жиналып всегда туысқанның бәрі сол үйде. Және ол үйде анау-мынау заттарды қолданатын, түсініп тұрсыздар ғой. Өзімізге белгілі ұл-қыздар қолданатын, ақшаға өздерімен бірге алып келетін. Қысқасын айтқанда бәрі болған жер, неше түрлі адамдар кіріп шығып жүре беретін. Бұл үйді сатып алғанымызға 15 жылдай болып қалған. Бірақ соңғы жарты жылда өте түсініксіз дүние болып жатыр. Ең бірінші оқиғадан бастайын. Бір күні мен сыныптастарыммен сол үйде жиналамыз. Және менің әпкем болады. Біз таңға дейін әңгіме айтамыз, карта ойнаймыз, алкогольдік ішімдіктер қабылдаймыз. Бірақ басқа артық нәрселер орын алмады. Сол түні 2-3 адам ғана мас, қалғандар сау. Барлығымыз бір бөлмеде отырған едік. Әпкем екінші бөлмеде еді. Екі бөлме бір-біріне жақын. Содан әпкем көрпе алуға шығып кетеді. Барлығымыз жатырмыз. Дәлізде ары-бері біреу жүр. Бәрімізге ол көрініп тұр. Бірақ оны әпкем екен деп әрі қарай әңгіме айтып отыра бердік. Сөйтіп бір кезде бір қыз ана бөлмеге кірсе, әпкем жатыр. Мен шығып көрпе алып лезде кіріп кеткенмін дейді. Сонда дәлізде жүрген адам кім? Бұл бірінші оқиға. Енді екінші оқиғаға өтсем. Оқиға тура осының келесі күні бізде бәрімізге сабақ болатын. Ертелік тұрып ары-бері үйде жүрміз, шулап. Әпкем оқу бітірген еді. Оған демалыс болатын, өз бөлмесінде ұйықтап жатыр. Сосын бір кезде оянып кеттім дейді. Бірақ түсім сияқты дейді. Сендердің шулап жатқан әңгімелеріңді естіп жатырмын. Және аяқ жағыма қарасам, екі кішкентай түрі жаман шайтан сияқты нәрселер отыр дейді. Мен түсінбедім. Өйткені оның біреуін мен өзімнің үйімнен көргенмін. Тоже осылай дейді, сөйлескенмін дейді. Содан ол кісі бұлармен сөйлеседі. Сен кімсің, не істеп жүрсің деп сұрақ қояды. Сөйтсе аналардың біреуі мен баяғыдан осы үйдемін. Маған бұл үй ұнайды деген. Жанындағысы мен бұл үйге жаңадан келдім. Бір адаммен еріп деп айтады. Бұл үй бізге қатты ұнайды. Біз ешқайда кетпейміз деп айтады. Бұл нәрселердің не екенін біз сол күйі түсіне алмадық. Енді сол үйде болған үшінші оқиғаға өтсем. Бұл осы 2 апта арасында болып жатқан нәрселер. Мен бұл үйде тұрмайтынмын. Сосын бұл үйде тұратын туысқандарымыздың бәрі көшіп кеткен соң, осында көшіп келдім. 2 апта бұрын. Басында жалғыз өзім тұрып жүрдім. 3-4 күн. Бір күні ең бірінші үйге кіріп келгенімде, есікті ашып қалғанымда, бір адамның бейнесі жүгіріп жатын бөлмеге кіріп кетті. Мен артынан лезде жатын бөлмеге бардым. Ешкім жоқ. Неше түрлі дауыстар естіледі. Содан мен үйге барлық достарымды шақырып алдым. Олар менімен бірге тұрып жүрді. Және інім де келді. Бір күні таңертең сағат 10 шамасында есік қатты тарсылдап жатыр. Үйде 2 адам болғанбыз. Және ұйықтап жатқан едік. Көрші келіп тұр. Мен сіздердің астыларыңызда тұрамын дейді. Және мен қалай намаз оқып бастаймын. Сіздердің үйден қыздардың қатты шыңғырған дауысы естіледі. Қойсаңыздаршы дейді. Содан соң мен айттым, біздің үйде ешқандай қыз жоқ, тек қана мен. Және мен ұйқыдан енді тұрдым. Біздің үйде ол кезде ешкім шыңғырмаған еді. Және осы уақытқа дейін мен естімегенмін. Содан айтады, мен қалай намаз оқып бастаймын, сразу шыңғыру басталады. Және маған қатты кедергі келтірді деп есікті жауып кетіп қалды. Біз түсінбей қалдық. Сол күні мен түстен кейін жұмысқа кетіп қаламын. Інім үйде жалғыз қалады. Семинарда отырсам, інім қайта-қайта звондап жатыр. Мен ала алмай отырмын. Содан жаздым. Сөйтсем үйде біреу жүр. Ары-бері, өзімен өзі заттар құлап, тефаль қосылған. Қайта-қайта содан мен үйге дос баламды жібердім. Екеуі үйге кіріп отырды. Бәрі норм. Сосын өзімнің көзімше неше түрлі заттар құлайды. Адамның жүрген дауыстары қатты естіледі. Бірақ біз әлі күнге дейін түсінбедік. Және әлі де осында тұрып жатырмыз.